ислам деген ғылым білім діні. Құран кәрімнің ішінде 700 жерінде одан астам керек болса білім туралы айтқан екен. Тіпті Құранның ең алғашқы түскен аятының өзі иқра деп басталады. Оқу деген сөз. Құран деген сөздің мағынасы оқу деген сөз. Ғылым дамыған сайын ислам дамиды деген. Құранда көптеген аяттар бар, білесіз. Мысалы, хадид деген сүре бар. Темір деген да. Жалпы мағынасына келетін болсақ, темір металлургия саласында қалай темірді балқытып алады, алтынды, күмісті, болатты, тағы басқа мысты деген секілді. Міне осыны айтады. Құранда Ясин сүресі бар. Соңғы аяттарында мына біздің күнделікті қолданып жатқан жарықты айтады, энергияны айтады. Ғылым емес бұның барлығы. Мына отардан шыққан Әл-Фараби 70-ден астам тілді меңгерген екен. Соның музыка туралы кітабының өзінде музыка ноталарын жазған кезде Құран аяттарына қарап жазған екен. Нотаны қазір бүкіл әлемде 7 нота бар ғой. Егер сол 7 нотаны егер білмесек, меңгермесе, ол музыкант, ол нағыз шебер музыкант бола алмайды. Әл-Фараби атамыз жазып кеткен еңбек қазір бүкіл Европа елдері оқып жатыр. Бүкіл музыка әлем оқып жатыр. Сол мысалға Құранның Фатиха сүресіне қарап жазған екен. Сондықтан да біз жастарға айтатынымыз, біз өзіміздің қазақ екенімізді, өзіміздің осындай мұсылман екенімізді, ата-бабамыздың мықты болған екен мақтаныш етіп, осы заманға лайықты өмір сүруіміз керек. Осы заманға сәйкес өзімізді жаңа қырынан көрсетіп, соны дамытып отырсақ, технократ болмасқа бізде. Мысалы, ойлап тауып, ананы ойлап тауып, мынаны ойлап тауып, біздің елімізде машиналар құрастыратын сондай бір жақсы бір басқа да техникалық, тұрмыстық техникалар бар, неше түрлі заттар жасауға болады. Сол балаларымызды тәрбиелесек дейміз. Қазақстан мұсылман діни басқармасының оқу саласы осыған түптеп келген соған келеді. Соған келе жатыр. Өйткені тек қана ойлау мүмкін, бұл мол имам мешітке дәрет алады, намаз оқиды, болды. Ондай емес. Қазір бізде ғылым саласына көңіл бөліп жатыр.